Арал теңізін сақтап қалуға қатысты нақты ұсыныстар, теңіздің белгілі бір кезеңдердегі шынайы ахуалы жөнінде мемлекет басшысына, үкімет басшысына және салалық министрліктерге жолданбаған хат, айтылмаған уәж қалмады. Соған қарамастан, жергілікті атқарушы органдар мен кейбір тиісті министрліктер тарапынан, сондай-ақ белгілі бір мүддеге қызмет ететін жалдамалы блогерлер арқылы қоғамға нақты жағдайды бұрмалап көрсететін жалған ақпараттар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде кеңінен тарады. Бұл жалған мәліметтер халық арасында жаңсақ түсінік қалыптастырып, азаматтық қоғам өкілдері мен экобелсенділердің орынды наразылығын туғызды. Аталған жағдайлар туралы мемлекет басшысына және жауапты министрлерге уақытылы әрі жүйелі түрде хабарланып отырды. Осы қоғамдық саяси ахуалдың нәтижесінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 20 қаңтарда Қызылорда қаласында өткен ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында ел болашағы үшін аса маңызды бірқатар стратегиялық мәселелерге тоқталып, олардың ішінде Арал теңізін құтқару мәселесін айрықша атап өтті. Мемлекет басшысы өз сөзінде Арал проблемасының тек аймақтық емес, жаһандық сипатқа ие екенін, оны шешу үшін тек ішкі шаралар ғана емес, халықаралық деңгейдегі су дипломатиясы қажет екенін нақты әрі ашық жеткізді. Қызылордаға келіп тұрып, Арал мәселесіне тоқталмай кету мүмкін емес. Аралды құтқару барша адамзат үшін әлі де өте өзекті міндет. Мен бұл мәселе туралы халыққа жолдауымда айттым. Жылдар бойы жүргізілген жұмыстың арқасында солтүстік Аралды құтқарып қалдық. Қашқан теңіз қайтып, кіші Аралдың қалпына келе бастағанына біраз жыл болды. Қазір Көкарал бөгетін биіктету шаралары қолға алынып жатыр. Жоба осы жылдың соңында басталады. Кіші Аралдың суының көлемін айтарлықтай көбейтуге мүмкіндік болады. Бірақ бұл тек біздің қолымызда тұрған мәселе емес. Қазақстандағы ірі өзендердің көбі бастауын көрші мемлекеттерден алады. Дарияның басында тұрған елдердің су саласындағы саясатына байланысты. Сырдың суы теңізге әр кезде әртүрлі көлемде жетеді. Демек, көп түйткілдің шешімі су саласындағы шебер дипломатияға байланысты. Қазір Орталық Азия елдерінің бәрімен су ресурстарын бірлесе пайдалану туралы келісімдер жасалды. Түптеп келгенде Арал ғана емес, Каспийдің, Балқаштың, Ертістің тағдырын шешу үшін көршілермен мәмілеге келіп, келісімдерге қол қоюымыз қажет. Су еліміз үшін стратегиялық ресурс. Біз су мәселесімен жүйелі түрде айналысымыз керек. Мен былтыр Біріккен Ұлттар ұйымы аясында халықаралық су ұйымын құруды ұсындым. Біріккен Ұлттар ұйымын реформалау барысында осы мәселені алға қарай жылжытуымыз қажет. Алдағы сәуірде Астанада халықаралық экология саммиті өтеді. Жиында Аралды құтқару қорына мүше мемлекеттер басшыларымен Арал мәселесін талқылаймыз. Кіші Аралдың қалпына келуі бүкіл сыр өңірін одан әрі көркейтуге жол ашады деп үміттенеміз. Бұл сөздер мемлекет басшысының Арал тағдырына қатысты ұстанымының айқындығын, су қауіпсіздігін ұлттық әрі халықаралық деңгейдегі стратегиялық басымдық ретінде қарайтынын айқын көрсетеді. Сонымен бірге, Аралды сақтау ісі бір реттік науқан емес, ұзақ мерзімді, жүйелі әрі жауапты мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі екені нақты аңғарылады. Қай кезде де жақсылықты жанына балап, үмітін желкен етіп, келешектің кемелдігіне сенген қазақпыз ғой. Алла бұйыртса, президентіміз өз уәдесінің үдесінен шығып, Арал теңізіміз кемеріне толып, шағаласы шулайтын, балығы тулайтын, толқыны жағалайтын күнде алыс емес деп ақсарбас айтайық. Лайым сол күндерді көруге жазсын.